Так, қазір сіздердің ата-аналарыңызбен сөйлесем, хабарласып беремін. Директордың тәрбие жөніндегі орынбасарымын. Есімім Азамат Абатұлы. Балаларыңызға қатысты жағдайлар болып жатыр. Ал енді ата-аналар, біз сіздерді тек шақырып тұрған жоқпыз. Енді бағана айтқанымыздай, бүгін мектебімізде бір жағымсыз іс-әрекеттің беті ашылды. Осы уақытқа дейін бір емес бірнеше рет қайталанып келген. Соның салдары бүгін анықталып жатыр. Ұрлық, қазақ айтады, ұрлық түбі қорлық деп. Балаларыңыз осы бір жаман әдетпен бүгін ұсталып отыр. Сондықтан да оған қатысты біздің балаларымыздың да куәгерлері бар, кейбіреулер айтып жатыр. Осы уақытқа дейін жоғалтылғандарды таппай келгендер бар. Мына жерде балалар айтады, солай ма? Менен өз үстінде алып жатыр. Ауыстан кейін береді да? Бұған қатысты енді қандай да бір шаралар қолданамыз енді. Енді біз бағанадан бері айтып жатырмыз, бұл енді ұрлық жақсы іс емес, қазақ айтады ғой, ұрлық түбі қорлық деп. Сонымен қатар жалпы қазақта керемет сөз бар, ауру қалса да әдет қалмайды деген. Бұл енді кейін өздеріңізге әдетке айналатын болса, бұны қою, бұны ұмыту өте қиын болады. Бұның ақыр аяғы үлкен жағымсыз салдарға әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан да осы бастан бұндай жаман әдеттерден арылуды сіздерден сұраймын. Ата-аналар енді ренжімессіздер, түсінерсіздер, бірлесіп жұмыс жасаймыз деген алдағы уақытта үміттемін. Балалар да өз қателігін түсініп жатыр ғой деген ойдамын. Енді бұндай қайталанбайды, түсініп тастауын кешіріңдер.